Криштің денесінде май 10% ғана. Ең арық модельдердің өзінде бұл пайыз жоғарырақ. Бұндай көрсеткішке барлығы мақтана алмайды. Nike'ның тарихында олар тек 3 адаммен ғана өмірлік контракт ұсынған. Олардың бірі Криштиану. Яғни ол футболдық карьерасын аяқтаған соң да компанияның амбассадоры болып жүреді. Кейбір ақпараттарға сүйенсек, контракттың құны $1 миллиард болған екен. Роналдоның бірегейлігі туралы айтатын болсақ, бір сезонның ішінде бүкіл команданың құрамында ойнаған жалғыз ойыншы Криштиану болып келеді. U16, U18, U21 резервті және де негізгі. 2003 жылы Ювентус Криштің ауысуы жайлы сөйлесіп қойған еді. Алайда соңғы уақытта бас тартып, бірнеше аптадан соң Манчестер Юнайтедқа ауысты. 2011 жылы Роналдоның қатысуымен Rock Life компаниясы ұсынған Hand Up есімді алғашқы мобильді ойыны жарыққа шықты. 2011 жылы Криш ең алғашқы алтын бутсын алды, ал 2012 жылы оны €1,5 миллион сатып жіберді.